Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлтынай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазбамен келдім. Бейнежазбаның тақырыбын көріп тұрғандарыңыздай, шаш күтімінің негізгі жасап жүрген 5 түрлі қателігі, немесе шаштары уыстап түсетін жандар көрсеңіздер болады, неліктен сіздердің шаштарыңыз уыстап түсіп жатыр. Солардың 5 түрлі себебін сіздерге айтатын боламын. Әрине, мені бұрыннан танитын жандар жақсы біледі. Мен жас кезімде шашым өте бұйра-бұйра болатын, және жай ғана бұйра-бұйра ғана емес, мына жер шашым кәдімгідей жіңішке болатын, бұйра-бұйра болатын. Одан кейін өте қатты түскіш болатын. Прям уыстап түсетін. Ең алғаш Кореяға келіп осында жүргеннен кейін енем, айттым ғой, енем уже 40 жылға жақын шаштаразда жұмыс істейді деп, менің шашымды көрген кезде таң қалып, неге шашың бұндай деп таң қалғаны бар. Одан кейін өзінің шаштаразында қандай бар химикаты қосылмаған бүкіл жақсы маскілердің бәрін мен шашыма жаға бастады. Одан бөлек жолдасым менің кәдімгі үйде шашымның уыстап түскенін көргеннен кейін шашқа іздейді. Шашқа не пайдалы, не жақсы, соның бәрін алып беруге тырысады. Содан кейін ең бірінші менің шашыма қатты көмектескені, жолдасымның холодильникке толтырып қоятын нәрсесі, ол қара бұршақ, яғни қара фасоль. Қара фасольдан бұршақтан жасалған кез келген тағам, кез келген салат, тіпті қара фасольдан жасалған сүт бар Кореяда. Соны да алып мен тоқтамай күніне бір рет міндетті түрде сол сүтті ішетімін. Бірақ бір қызығы шынымен де кәдімгідей нәтиже болды. Тофу бар ғой, ол да өте жақсы көмектеседі негізі шашқа. Содан кейін менің шашым әжептәуір қатайып, реңі кіріп, адам бола бастадым ба деген кезінде аяғым ауырып, бала көтергеннен кейін, босанғаннан кейін білесіздер, қайтадан шашы уыстап түсе бастайды. Содан кейін қайтадан мен жаңа қара фасольдің сүттерін сатып алып, ішіп, басқа да салаттарын жеп, әйтеуір шашымның сәл реңін келтіріп жатырмын. Негізінде байқайсыздар ма? Адамдардың түрі әлпеті шашына да көбінесе тікелей байланысты болады. Мысалға, шашымыз көпсіп, әдемі болып, прям шашымыз қатайып, көпсіп тұратын болса, көп болатын болса шашымыз, онда біздің бетіміз кішкентай, әрбір реңіміз кіріп, әдемі болып көрінеді. Ал егер де шашымыз жұқа, сирек, майлы болып тұратын болса, қанша түрімізді бояғанымызбен реңіміз онша көрінбейді. Бұрындары менің шашым өте жұқа болатында, жұқа болған соншалықты шашымды былай қысқа етіп қия алмайтынмын мен. Қанша қисам да жабысып тұратын. Сондықтан үнемі ұзын қылып буып ала салатынмын. Өйткені одан басқа маған ешнәрсе жараспайтын ол кезде. Ал енді бүгін сіздерге мен осы шаш күтіміндегі біздің күнделікті өмірде әдет болып қалған, қате жасап жүрген 5 түрлі қате әдеттерімізді айтатын боламын. Осы 5 түрлі әдеттерді жасамасақ, біздің шашымыздың уыстап түсуінің алдын ала аламыз деп ойлаймын. Әрине, негізінде мамандардың айтуы бойынша жануарларда жылына бір рет жаңағы жүндері төгіледі дейді, қайтадан орнына жаңа жүн шығады дейді. Сол сияқты адамдарда да шаш болсын, кірпік болсын, түсіп орнына жаңа шаш, жаңа кірпіктің шығуы ол заңдылық дейді. Одан қорқудың қажет жоқ. Бірақ егер де сол төгіліп түсіп жатқан шашыңыз нормадан тыс болатын болса, түскеннен кейін орнына қайтып шықпайтын болатын болса, міне сол кезде ол проблема деген сөз. Ал енді бүгін үй жағдайында біз күнделікті өмірде жіберіп жүрген қателіктер, шашымыздың уыстап түсуіне жіберіп жатқан қателіктер, сол жайында айтатын боламын. Ең бірінші ол шашымызды түнде жумай жату екен. Мысалға, біз кешке таман, біз көбінесе қыздар кешке таман шаш жумаймыз, таңертең шаш жуамыз, бір жаққа шығатын кезде көпсіп әдемі болып тұрсын деп. Бірақ сол ең үлкен қателік екен. Мысалы, біз бетімізді кешке таман жатар кезде жумай жататын болсақ, таңертең бетімізге бір нәрселер шығып, құрғап, қызарып, кожамыз құрғап кетеді ғой. Дәл сол сияқты екен. Шашты түспесін десеңіз, шаш күтіміңіз жақсы болсын десеңіз, бас терісінен бастау керек. Ал бас терімізді кешке таман күні бойы жиналған микробтардан, шаңдардан тазалап жумай жататын болсақ, таңертең жуғанымызбен уже біздің бас теріміз әлсірей бастайды екен. Содан шашымыз ақырындап түсе бастайды екен. Естіген кезде бірінші, бұрын студент кездерімізде біз шынымен де кешке таман мен басым жуып жатпайтынмын, таңертең жуып баратынмын. Өйткені таңертең шашымыз сәл көпсітіп, солай фенмен кеп тұрайықшы деп. Бұл ең үлкен біздің жіберіп жатқан қателіктеріміз екен. Кейде болады ғой, шашымыз түскен кезде полдың бәрі шаш, ана жерде менің шашым, ана жерде менің шашым, әжетханаға кіріп қалсақ, мен жуынып шыққаннан кейін әжетханаға қарасаң бәрі шаш болып тұрады.
Ондай жағдайда шынымен қателікті бірінші өзімізден іздеуіміз қажет сияқты. Ал енді біз байқамай күнделікті өмірде жіберіп жүрген екінші қателігіміз бас жуардың алдында шашымызды тарамау екен. Кейде болады ғой, менің өзімде де әдетке айналуға тырысып жатырмын, осыны әдетке айналдырсам екен деп, бірақ бас жуар алдында кейде тарамай жуатын кездерім болады, шындығында келгенде. Бірақ негізі күнделікті өмірде бас жуар алдында былай шашыңызды тарасаңыз, бас терісіне ауа кіреді екенде, жуған кезде бас терісін де таза жуады екенсің. Одан кейін менің шашым қысқа ғой, шатаспайды, бірақ шашы ұзын қыздар, бұйра қыздар, жуар алдында шашыңызды бір тарап барып бас жуатын болсаңыз, онда жуғаннан кейін шатаспайды де, шатасқан орын түспейді екен. Сол үшін бас жуар алдын шашымызды тарап жүруіміз қажет сияқты. Ал енді ең жаман, біз ең қатты қате жасап жүрген, шашымызды уыстап түсуге өзіміз көмектесіп жүрген бір нәрсе, ол шашымызды ыстық суға жуу екен. Әсіресе қыстың күні күн суық болған екен, кейде үйде суық болады ғой, жүгіріп кіріп ыстық суға жуына салғымыз келіп тұрады. Мысалға бетімізді ыстық суға жууға мүлде болмайды, ол бетті қатты құрғатып жібереді деп айтып жатады ғой. Өткен бейнежазбада мен де айттым, жылы суға жуу керек бетті деп. Сол сияқты бетті ғана емес, бас терісін де, шашты да қатты ыстық суға жууға болмайды екен. Қатты ыстық суға жуған сайын шашымызды да, бас терімізді де құрғатып жібереді екен. Бас терімізді құрғатып жібергеннен кейін қатты құрғап кететін болса, онда мына бас терісі әлсіз болады екен. Әлсіз болған сайын сіздің шашыңызды ұстай алмайды. Сол үшін шашыңыз өте қатты түседі екен. Сондықтан ыстық суға емес, жылы суға жуған өте жақсы екен. Шашымызды түспеуге көмектеседі екен. Төртінші әдеті ол шаш кептірмей ұйықтап қалу, шаш кептірмей жұмысқа шығып кету. Кейде болады, асығыс болған жағдайда шаш кептіруге уақыт жоқ, басымыз жуамыз жолда бит-бит қолмен кептіре салатын кез болады ғой. Ол ең зияны екен. Немесе кейбір жандар бар, ой, мен фенді қолдана алмаймын, феннің орнына өзі табиғи кебет деген жақсы екен деп айтып жатады. Бірақ былай түсіндірсем оңай түсінесіздер деп ойлаймын. Қараңыздар, жерге, топыраққа біз көкөніс өсіреміз, иә? Ол көкөністе ұзақ уақыт су жататын болса, ана көкөнісіміздің түбі шіріп кетеді. Ал енді ана көкөністе су берілмей, топырақтың бәрі құрғап қалатын болса, онда ана топырақ ашылып кетеді де көкөніс өліп қалады. Демек, біздің бас теріміз де сондай екен. Қаншалықты ұзақ су болып тұра беретін болса, біздің шашымыздың түбі шіри береді, қаншалықты құрғақ болатын болса, соншалықты шашымыз көп түседі. Сондықтан шашымызды, бас терімізді қатты ылғал ұстамау керек екенбіз, және қатты құрғақ ұстамау керек екенбіз. Осы нәрсеге қатты мән беру керек екен. Одан кейін бесінші амал, ол әрине күнделікті өмірде шашымызға түрлі химикалық заттар, спрейлер, тағы басқалар көп қолданбау қажет екен. Ал енді сіз амалдың жоғынан сіздің өз жұмысыңыз сондай болып спрей қолдануға тура келетін болса, онда үйге келгеннен кейін шашыңызды жуасыз ғой. Шашыңызды жуатын кезде бірден шампуньмен жуып тастамай, алдымен бірінші спрей жағылған жерлерді бальзаммен жуып алып, шайып тастап, одан кейін барып шампуньмен жуу керек екен. Бірден шампуньмен жусаңыз, ол шашқа өте зиян екен, және де ана химикалық заттар бас терісіне кіріп кетеді екен. Ол сіздің денсаулығыңызға да зиян екен. Дәл осы біз байқамай күнделікті өмірде жіберіп жүрген 5 түрлі қателігіміз бар ғой. Осы нәрсені ғана біз жасамайтын болсақ, шашымыздың түсуінің алдын ала алады екенбіз. Әрине, бұған мамандардың қосымша айтқаны, стресс алмау керек, дұрыс тамақтану керек, спортпен айналысу керек, өте жиі боямау керек, химиялық бояуларға, бүйралатуларға бермеу керек. Бұлардың барлығымыз білетін проблемалар. Ал енді біз де байқамай жүрген жаңағы 5 қателікті жасамайтын болсақ, онда біздің шашымыздың түсуін кәдімгідей азайтады екенбіз. Шаш ол біздің дене мүшеміздің бір бөлігі болып табылады. Қаншалықты біз шашымызды дұрыс күтінеміз, соншалықты біздің реңімізде әдемі кіріп жүреді, ал шашымыз көп, қалың, әдемі болған сайын әдемі болып көрінеміз. Мен айтқан қазір осы 5 қателікті бір рет ойланып көріңіздер, сіздер күнделікті өмірде осының қаншауын жасап жүрсіздер. Осының үшеуінен артығын жасасаңыздар да, сіздердің шаштарыңыздың түсуінің басты себебі болып табылады. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Шашымыз түспей әдемі болып, әдемі қыз болып жүре берейік. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.